Ұзақ уақыттан бері ішіңіз қатады ма? Ендеше осы шөп дәрі сізге көмектеседі. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін өздеріңізге бір таза табиғи шөп дәрін таныстырғым келіп отыр. Ұрау ағаш деп аталатын шөп дәрі қасиеті суық райлы, ашты дәмді, көбінесе таулы райондарда өседі. Күзде немесе келесі көктемде тамырын қазып алғаннан кейін тазалап кептіріп дәрілікке қолданады. Құрамында әртүрлі эмодин, тетран деген сияқты органикалық қосылысқа бай. Соның қасиетіне негізделе отырып, іштегі ыстықтың асуынан туындайтын әртүрлі қатуларға әсіресе үлкен кісілерде пайда болатын. Одан бөлек қанның бауырдың ыстығының асуынан туындаған гепатит, яғни бауыр қабыну, өттің толуы, қандағы май құрамының артуы деген сияқты ауруларға қолданылады. Қолданылу мөлшері 3-12 грамм аралығында суға қайнатып ішеді. Сыртқа да жаңағындай ұнтақ дәрі жасап қолданылады. Әртүрлі күйікке, жараларға 0,5-2 грамм аралығында тұтынуға болады. Видеомыз ұнаған болса, жүрекше басыңыз, бізге тіркеліңіз, көпшілікпен бөлісіңіз, білімді бөлсеңіз көбейеді. Қандай да бір ауру мазалап жүрген болса, онда таза табиғи шөп дәрілері арқылы бізден ем қабылдай аласыздар. Комментарийға өздеріңіз сұрақтарыңызды денсаулыққа ауруға байланысты жазсаңыздар болады. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар.